тақырып ұсынады. Мұқаддима, тарих ғылымының маңызы, тарих ғылымының тәсілдерінің әр алуандығы, тарихшылардың бетпе-бет келетін қателіктері, яғни тарихшылар тарапынан жіберілетін көптеген қателіктер, және сол тарихта кеткен қателіктердің себептері жайлы бүгінгі тақырып. Бұл сөзді кітап авторы «Алам» деп, яғни біліп ал, есіңде сақта деп ескертіп бастайды, өйткені аса маңызды ақпарат айтпақшы. Есіңде болсын, тарих түрлі зерттеу тәсілдеріне сүйенетін пән, өзінің зерттеу тәсілдері бар дейтін жерде. Мәзһәби деп, яғни мәзһәб деген, яғни зерттеу тәсілдері, зерттеу жолдарына сүйенетін сондай ерекше пән. Оның зерттеу нәтижелері өте керемет, нәтиже пайдалары, сонымен қатар зерттеудің мақсаты да өте биік болады. Тарих бізге өткен қалыптарды, ұлттардың әрекеттері тарапынан жүзеге асқан жағдаяттармен таныстырады. Бұл біздің пайғамбарлар сирасы, ел билеушілердің әулеттері және саясатымен таныстырады. Тарихи мысалдарға діни ахуал және дүниелік мәселелерді ұстану және соған ұмтылу үшін пайдалы нәтижені алу мүмкіндігі береді дейді. Яғни тарихта көбінесе бірінші діни негіздегі ақпараттар және дүниелік мәселелер, сонымен қатар пайдалы болған нәрсе. Осы кез келген ақпарат бұл тарихшыларға қатысты айтылып жатқанмен, бүгінгі таңда өзге де ақпарат тарататын, жалпы жаңалықтар тарататын, ақпарат тарататын кез келген салаға тікелей қатысы бар. Тарихты жазу болса, көптеген деректер мен түрлі білімдерді талап етеді. Сонымен қатар тарихшы қандай болу керек дегенге, тарихшы жақсы пікірлей алу керек. Өзінің қабілеті, терең білімі тарихшыны ақиқатқа алып барады, қателіктерден қорғайды, осындай пайымдай алу қабілеті. Егер тарихшы мәліметтерді қалай болса солай қабылдайтын болса, тарихи міндеттерді, белгіленген қағидаларды, саясат қағидаларын, өркениет пен табиғаттың ерекшеліктерін, адамзат қоғам оқиғаларды белгілеп беруші жақтарын білмесе, ондай болатын болса, жалпылама мағлұматтарды салыстыра алмаса, көбінесе бұл тарихшыны ақиқат жолынан алыстатып алып кетуіне алып келеді. Негізінен ақиқаттан алып кетеді. Сосын тарихшылар емес, бұл жерде муфассирина, яғни тәпсіршілер, муфассирина уа аиматул нақл, нақылдың имамдары, тарихшылар және риуат етушілер хикая оқиғаларды келтіруде көбінесе қателіктерге бой ұрады. Олардың мағлұматтарды көпшілікке солай қате күйінде қабылдап, өздері қате күйінде қабылдаған күйі қате етіп жіберуі, негізгі қағидаларды тексермеуі, деректерді жинақтағанда тарихи түсініктер үшін арнайы өлшемдердің болмауы, өзіне тән табиғатын ескермеуі, фәлсәфи терең пайымдауларды жасай алмауы, сол үшін олар ақиқаттан алыстап, негізсіз болжамдар жасап, көбінесе адасып жатады. Мұндай қателік көбінесе дүниелер, әскерлер көлемі жайында да ең көп таралған түрлері мин әмуали уәл әскари дейді, яғни дүние жайлы және әскер жайлы. Мысалы, бір байдың дүниесі туралы айтса, оның 4000 қойы бар десе, мысалы үшін,
соны енді ол бай болса оған 4 мың қой деген не тұрады оған деп оған соның байлығын асырып айту, бір патшаның әскерлері туралы айтқанда пәлен мың әскері бар екен десе, оны ары ойлап бері ойлап ол әскер не болады деп қосымша айтып жаңағыдай кеңейтіп айту, осындай әдеттер көп тараған. Ең мынау тарихта және ақпарат таратуда көбінесе осы алдына жан салмайтын осы әскерлер мен жаңа олардың дүние мүліктері және ақпараттар дейді. Мұндай қате деректер басқа жалған ақпараттардың таралуына қолайлы мүмкіндік береді және пайдасыз ақпараттарды таратып жіберуге себеп болады. Бұлардың бастапқы негізге қайта салыстыру қажеттілігі туындайды дейді. Қазіргі таңда да біздің бұл жаңа 14 ғасырда айтып жатыр ғой. Қазір біздің заманымыздың өзінде көптеген тарихи деректерде тексерілмеген ақпараттар өте көп. Мысалы, Наршахи айтты деген ақпараттар өте көп. Алайда сол Наршахидің тарихи Бұхари, яғни Бұхара тарихы деп аталатын кітабының оригинал нұсқасынан қарасаңыз, қазіргі тарихшылардың айтып жүрген ақпараттарын сіз таппайсыз. Өйткені кез келген ақпаратта бұрынғы оригиналмен салыстыру өте маңызды. Өйткені бір тілден аударылады, екінші тілге аударылады. Мысалы, Наршахидің кітаптарын жаңағыдай отарлаушылар өз бетінше түсіндірген кезде мүлде басқаша ақпараттар шығады. Бұл әлі күнге дейін бізде кеңінен таралған әрекет болып табылады. Олардың бастапқы негізін қайта салыстыру қажеттілігі туындайды дейді. Сосын осы жерде міне Мәсғуди дейді. Мәсғуди сияқты кейбір тарихшылардың еңбектерінен көретін бір ақпараттар келтіреді. Бұл жерде Мұса алейхиссаламның Бәни Исраилдің Мысырдан алып шыққан кезде, далада ертіп жүрген кезде, осы Бәни Исраилдің құрамында жасы 20-дан асқан қару ұстауға икемді әскерлерінің көп болғаны, тіпті оны Мұсаның өзі санап шыққан кезде 600 мыңнан асып кеткені деген сияқты ақпараттарды айтады. Енді осы ақпараттардың қаншалықты рас өтірік екенін осы Ибн Халдун алдыңғы тарихшылар кейбір жалған ақпараттарды осылай енге жіберді. Жалпы осы жерден қысқаша тағы бір айта кететін мәселе, жалған ақпараттар, мемлекет жайлы таралған жалған ақпараттар, дінге қатысты айтылған жалған ақпараттар барлығы әлсірету мақсаты. Мысалы, дінге қатысты жалған ақпараттар дінді әлсірету үшін, идеологиялық тұрғыдан әлсірету үшін, мемлекетті құлдырату үшін және өзгелерді шатастыру үшін жасалатын ақпараттар екенін кейінгі беттерде бұл өзі атап өтеді. Олай болатын болса, біз мына жерден қысқаша айтатын болсақ, Мысыр және оның айналасындағы мөлшерде осы жаңағы тарихи деректерде айтылған 600 мың әскерді ұстап тұру үшін үлкен көлемде қаражаттың керек екендігі және олардың бірлігін сақтау үшін, олардың арасында тәртіп орнату үшін арнайы заңдар керек екені, одан бөлек өте көп қуатты әскерді бір орында ұстау мүмкін емес екені, оны бірнеше топқа бөліп сақтау керек екендігі туралы ақпараттарды ескерген кезде, бұл ақпараттар негізінен жалған екендігін айту үшін келтірілген. Сонымен қатар осы Бәни Исраил мен сол заманда қабаттас өмір сүрген Парсы елінің әскерін салыстырмалы түрде келтіреді. Бұл деректе жаңағыда Бұқтансордың осы Бәни Исраилді бірнеше рет жеңгенін, және олардың жерлерін жаулап алғаны, бұларды өзінің қол астына түсіргендігі туралы ақпараттар келтіреді. Тіпті осы Құддусқа дейін басып кіргендігі туралы ақпаратты келтіреді. Сөйтеді де, бұлардан, яғни парсылар сол кезде Бәни Исраилдан көп болды дейді, яғни қуатты болды дейді. Сосын парсылардың жерін айтады. Бұл парсы жері Ирақ, Қорасан, Мауреннахр және Каспий теңізінің бойындағы Дарбан сияқты аралықтарға иелік етті дейді.
Ал Бани Исраилдің сол кездегі территориясы Парсының территориясынан мүлде төмен болды дейді, аз болды дейді. Алайда сол Парсы әскерінің ең көп шоғырланған әскерінде 120 мың әскер болды дейді. 120 мың әскер болған, яғни бір жерде 120 мың әскерді әрең ұстап отырған. Бұл тарихшы Саевтың сөзіне қарағанда, бұл аймақта әскерлер және оларға қызмет етушілер қоса санағанда 200 мыңға тарта жан болған. Яғни кәсіби 120 мың әскер, ал оларға қызмет ететіндермен санағанда 200 мың әскерге тартатын болған дейді. Сонымен қатар Айшадан келген, Айша радиаллаху анхадан келген риуаятта Рүстем, парсылардың басшысы, кейінгі кезі ғой енді ол, Саад ибн Абу Ваққаспен екеуінің арасында шайқас болатын кезде Рүстем 60 мың әскерді бастап шыққан. Олардың барлығы кәсіби армиялар болған дейді. Содан кейін Бани Исраилдің жағдайы туралы айтады. Жағдайлар туралы айтқан кезде бұл жерде қандай мемлекет болсын, оның жер әкімшілік ресурсы болады, оның басқарушылар болады, оның әскері болады, оның билік қолдаушы топтар болады. Осы кез келген мемлекеттің мықты болуы осылармен тікелей байланысты дейді. Сөйтеді де бұлар Бани Исраилдің шекарасы туралы келтіреді. Содан кейін оның халқының мөлшері қандай болды деген кезде, мінекей Мұса алейхиссалам мен Жақып алейхиссаламның арасында бар болғаны 4 ұрпақ, 4 ұрпақ қана өмір сүрген дейді. Содан кейін Мұсаның шежіресі, яғни Мұсаның шежіресі, Тәуратта келген шежіресі деп осы шежірені кетіреді. Мұса алейхиссалам Имранның ұлы дейді. Имран болса Есхурның ұлы, Есхур болса Хақтанның баласы дейді. Яғни Қахат. Қахтан болса Лойдың баласы, Лой болса Жақып алейхиссаламның баласы ғой дейді. Бұл аталған деректер Тәуратта Мұса алейхиссаламның тегі жайлы келтірілген шежіресі еді дейді. Масхуди бұл көріністі Жақып алейхиссалам өзінің балалары, перзенттері және олардың балаларымен бірге Жүсіп алейхиссаламның қасына барып Мысырға 70 жан болып кірген дейді. Яғни Мысырға кірген кезде Бани Исраил өзі Мысырға кірген кезде 70 жан болып кірген. Кейін Мұсаның кезінде бұлар Мысырдан шығып Сахарада жүр дейді. Екі аралық дейді. Жаңағыдай Мысырға кіріп шығу аралығы 220 жыл еді. Осы жылдар аралығында Мысырдың билеушілер болған Қабыди перғондар оларды бір-бірінен мирас қылып келген бір кісінің ұрпақтары 4 ұрпақ осымен соншалықты көп жанға айналуы ықтималдан алыс саналады дейді. Бұл ақпараттар енді негізі бұл тарихтағы ақпараттар жайлы айтқан кезде автор жоғарыда дінге қатысты ақпараттар не үшін жалған ақпараттар енгізіледі десе, осы діни идеологияны әлсірету үшін жасалады біріншіден. Сонымен қатар мемлекетке қатысты да жалған ақпараттар сол билік пен халықтың арасындағы ақпарат әлсірету үшін жасалады дейді. Осының жалғасында мінекей астына қарасаңыз, Сүлеймен алейхиссалам кейін Мұсадан кейін көп уақыттан кейін патша болғаны, осы Сүлеймен алейхиссалам кезінде Бани Исраил өте қуатты болғанын, оның арасында Сүлеймен алейхиссалам мен жаңағы Яқуб алейхиссалам арасындағы шежіресін де келтіреді, неше адам бар екенін. Осы кезде Сүлеймен алейхиссаламның қосыны, яғни әскері ең қуатты, яғни Бани Исраилдің ең қуатты болған кездегі әскері 12 мың адам болған. Оның 1400-і күшті атты әскерлерден тұратындығын атап өткен.
Ол жылқы ол жаңағы жылқыларды арнайы сарайда сақтаған, ол жайлы айтылған тура ақпараттар осы. Сондықтан кейбір шындыққа жанаспайтын ақпараттар көңіл аударудың қажеті жоқ дейді. Сулеймен алейхиссалам дәуірінде исраилдықтар ең гүлденген, ең қуатты кезеңнен бастан кешірді дейді. Жер көлемінің кеңейтілген кезі де осы тұс дейді. Енді бұл жерде жалған ақпараттар, тарихқа қатысты жалған ақпараттар туралы айтып жатыр. Алайда бұл тек қана тарихшылар емес, риуаятшылар емес, қазіргі таңда ақпарат таратушылар. Егер бір пайдасыз ақпарат көрсеңіз, немесе ақылға сыймайтын ақпарат көрсеңіз, немесе жалған ақпарат көрсеңіз, біліңіз, ол қоғамды құлдырату үшін жасалып жатқан арнайы топтарға қызмет ететін белгілі бір мақсатта дайындалған ақпараттар болып табылады.